Бабалар ерлігі тәуелсіздік бастау еді. Осыдан дәл 285 жыл бұрын Аңырақай сілемдерінде халқымыз үшін шешуші шайқас өтті. Бұл біріккен қазақ қолының жоңғар басқыншылығына қарсы 100 жылдық азаттық соғысында оң бетбұрыс жасаған ең ірі жеңіс еді. Қаны басына тепкен қара жоңғар қазақ жерін басып алуға белін мықтап буынған. Бабалар бірлігі 300-дің басын хан тауында тоғыстырды. 45 күн мен түн солтүстігі Балқаш, оңтүстігі Отар даласы. Батысы Шу, шығысы Күртіге дейінгі аралықта батырлар қасықтай қаны қалғанша шайқасты. Бас қолбасшы Әбілқайырдың қол астына жиналған жолбарыс хан, Қанжығалы Бөгенбай, Шақшақ Жәнібек, Қаракерей Қабанбай, Тама Есет, Шекті Тайлақ батырлар. Кескілескен шайқаста биік ұрыс өнерін көрсеткен осылар. Бұлардан басқа аты аталмай қалғандары көп. Олар 300 жыл өтсе де есімдері ұрпағы аузында қалар ма деп ойлады. Қалайсың ба? Біздің батырларымыз болған болар, но біз оны көп біліңкіремейміз да. Тарихта болған, бірақ отан соғысын уже біліп айтуға болады. Көпшілік жаңалықтардан рекламасы, жарнама отыр оны дейтінді. Ода әлі ардагерлеріміз әлі бар. Көзтер ардагерлеріміз олар жыл сайын құттықтап жатыр мысалы. Аңырақайдан кім қалды? Бір тек бір тарих қалды, бол басқа ешкім қалған жоқ болды. Борым, Аңырақай деген соғыс бар ма? Иә. Сол жөнінде білесіз ба? Жоқ, мен бір сұрақ қоя қойсақ. Аңырақай деген шайқасты білесіз ба? Қарындас. Аңырақай деген соғысты білесіз ба сіз? Ағылшынның бар ғой соғыстары жағы бар ғой, Алый Белый Роза дейді ғой, мысалы 100 жылдығын бәрі бүкіл дүние жүзі біледі. 2000-нан бұрын жыл Ахиллесті бәрі біледі. Мысалы, оны қойыңызшы, енді олар ұлы соғыстар болды, тарихшылар жазу нелерімен жазды. Ал енді қазір бар ғой, түбін қазбасам, қазір History бар ғой, бағдарламасында несінде ретиведе көресің, 4 скандинав шығып бар ғой, 6 скандинавпен соғысып, 10 адам шайқас болып бар ғой, мысалда, онда бағдарлама жазды. А бізде 300 жыл соғысқан, ауыз бар ғой, нелермен жеткен, бізге аңыздар, жазулар, директор бар мысалы. Ең көп директор, мысалы, Россия Федерациясында, музейлерінде, соң Қытайда, көршіміз өзбектерде бар. Біреу 108 жыл болды дейді, бұл соғысты дейді. Біреу айтады, бар ғой, 100 жыл болды дейді. Біреу 96 жыл болды дейді. Біреу 180 жыл болды дейді. Оны тарихшылар дәлелдесін. Тарихшылар да жаңылысып жатыр. Жаңылысып жатыр. Бірақ енді бар ғой, ештеңе шықпай жатыр ғой. Иса пайғамбардың қай жерде туған, қай жерде өлгенін дәлелдеп бере жатыр. Мысалы, біз мынарды 300 жыл өткен жоқ, сол соғыста дәлелдей алмаймыз. Аңырақайда төгілген әрбір қазақтың қаны қазір біздің тамырымызға сіңген. Оны қадір тұтпау қорлық. Қазақстан жастарының қолдауымен 2010 жылы алғаш рет Қордайда ұлы жеңістің 280 жылдығы тойланды. Қазіргі тарихшылар қазақ жоңғар соғысын ұлы отан соғысы қатарына жатқызса, осы уақытқа дейін бұл соғыс жөніндегі деректер бірталай бұрмаланып жетті. Бабалар ерлігі тәуелсіздік бастау науқаны 12 облысты аралап Атырауға жетті. Нағыз ұлы отан соғысы. Ол жарияланған. Сол жастар қоғамының ниеттері. Олардың бәр жерге қойған бірақ сұрақ қойды. Қазақ ұлы жоңғар соғысын, ұлы отан соғысы деп есептеуге бола ма? Және оны жеңіс күнде, Аңырақайда жеткен жеңісті ұлы жеңіс күнде есептеуге бола ма? Ол мемлекеттік тәжірибеге жете ме, жетпей ме деген. Енді 12 облысты өтті, мынау 3 облысты қазір 4 облыс қалған 4 облысты өтіп неғысы, сол президенттің алдында, сенаттың алдында, мемлекеттің алдында, солардың алдында ұсыныс жасап жатыр. Науқанның көздегені қазақ жоңғар соғысын Қазақстанның бірінші ұлы отан соғысы деп қабылдау, бір күнді қызылмен белгілеп, мемлекеттік мейрам ретінде атап өту. Респонденттердің жауабынша тамыздың бір күні осы мейрамға лайық. Тағы бір бастама қоғамдық қор құрып, мемориалды кешен жасақтау, кешенге қатынауды, кез келген ниетті қазаққа жетімдету. Осы мақсатта қор ашық конкурс жариялайды. Ең үздік мемориалды кешеннің жобасы іріктелетін болады. Шеруді енді біз мамырдың осы 25-іне өзіміз жобалап отыр, шығамыз деп. Сосын Астанадан бір айдай жүріп барамыз ғой жол. Атпенен шығады біздерде. 4 ат шығады. Сосын артынан экспедиция машиналарымыз ереді. Бір автобус, бір газель, сосын жеңіл машиналар. Бізде өзіміз қазір болжау шамамен айтып отырғанымыз 10 адам. Бірақ одан қазір университеттен келіп жатыр, қосыламыз деген адамдар шығатын болса, оған қарсылығы жоқ ешқандай. Шеру жоңғарларға қарсы соғыста үлес қосқан орыс, башқұр, өзбек, алтай, қалмақ, татар этностарда біріктіреді. Ұлы жеңіс күнінде өтетін шеруде театрландырылған қойылымның бас қаһармандары, 300-дің билері,
Төле, Қазыбек, Әйтеке болмақ. Жастар бірлестіктерінің қадамдарынан нұр бітсін. Тарихтың топырағында көмілген ұлы күндерімізді ұмыту қиянат. Қандай дәрежеде болсаң да, қандай инноватор кәсіп иесі болсаң да, түбің, тамырың бір.